Ассаляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен лимон рулетін дайындаймыз. Шұңғыл ыдыста 4 жұмыртқаны қантпен бірге 5 минут жақсылап миксерлейміз. Неки масса осындай болу керек. Содан соң елеуіштен ұнды 2 бөліп қосамыз. Массадағы ауаны сақтап қалу үшін спатуланың көмегімен үстінен астына қарай жайлап араластырамыз. Массаның 4-тен 1 бөлігіне сұйық май және лимон шырынын қосып жақсылап араластырып аламыз. Осыны енді қайта ортақ массаға құйып, жайлап араластырып аламыз. Противеньге 1 келкі жайып, қызып тұрған пешке 10-15 минутқа қоямыз. Коржымыз сәл суығасын, бетіне пергамент төсеп, аударып аламыз да, астындағы пергаментін шешіп аламыз. Содан соң қайта аударып, рулет қылып орап қоямыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен творожный сырды қантпен сәл жұмсартып аламыз. Кейін үстіне сливки құйып, креміміз қоюланғанша миксерлейміз. Кремді рулеттің ішіне және сыртына жағып, бетін лимонның цедрасымен әсемдейміз. Рулет тоңазытқышта 1-2 сағат тұрғасын дастарханға қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ал видеомыз ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетуге ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.